Сахна төріне қыз дегенің қонақ деп көптен бері өздеріңіз білесіздер. Осы Алдараспан театрынан өсіп өнген, Шансардан өсіп өнген біздің шәкіртіміз Жұлдызай Дүйсенбиеваны көшіміз көрікті болсын деп сахнаға шақырайын деп тұрмын. Жұлдызай қайда? Жұлдызай Дүйсенбиева. Келіңіз, қошеметтеп қойыңыздар. Міне. Көрдіңіз бе артындағы адамдарды? Мінекей жүген келіп тұр. Біз қазақ қыздарды ренжітпеген халықпыз. Әдейі шақырып жатырмын. Қазір өсек көп қой. Сол өсек айтатындарға сауап болды да, енді Жұлдызай өзің айтшы ары қарай. Армысыздар, қымбатты көрермендер. Ол соң болсын. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Шында да жаңа Нұржан айтып жатыр, енді өсек айтқандарға сауап болсын дейді ғой. Сауап деген сөздің өзі жақсы ғой, негізі Нұржан. Сондықтан ол адамдарға да жақсы болсын, сауаптан жазылсын. Бүгін міне жер арқасы кеңіп, ел ортасы толып жатқан кезімізде бұндай әңгіменің бәрін қойып, тату болғанымыз дұрыс шығар. Біз бұған дейін де тату болдық, әрі қарай да, дұрыс па, Жезде? Әрине, әрине. Дұрыс айтып жатырмын ба? Әрине. Уақыт қонсын. Ал енді мынау бүгін кішкентай ғана біз құралақан келген жоқпыз, Нұржан. Сонша төркіндеп келіп жатқанда, менің бір кішкентай шәкірттерімнің сый сияпатын қабыл алсам. Бола ма? Рұқсат па? Рұқсат берсеңіздер. Ассалаумағалейкум, Нұржан аға. Қалайсыз? Мерекелеріңіз құтты болсын, ардақты ағайын. Мен Нұржан аға, өзіңізге арнайы астыңызға ат, үстіңізге шапан алып келдік. Атты бірақ сыртта кіргізбей қал. Қазір шапан табыстайық, рұқсат болса. Адамның өз әрең кіріп отыр. Шапан алып келіңдер, жігіттер. Шапан студияда. Ай, рахмет. 90 сусар тон берген, 90 қара нар берген қазақтың ұрпағымыз. Рахмет. Бұны арнайы жаңа Нұржан өзі айтып кетті ғой, нағашы жиен деп. Мен енді қыз боп төркіндеп келіп атқасын, менің шәкірттерім Нұржанды өзіне нағашы көріп, Нұржан нағашыма деп арнайы жазды. Ой, рахмет. Той-тойға кетіп қалмасын деген ниет қой. Екі қыз жабыңдар. Біреуге подарит етіп жүрме? Біреуге кигіз жібермесін деп. Иә. Бірақ Нұржан деген аттас болып қалса кім біледі? Бірақ төлендеп емес қолыр. Нұржан Рахмет. аға, сосын тағы бір бұйымтайымыз бар еді. Бір бата беріп жіберсеңіз енді, шәкіртіңіздің шәкірттеріне бір бата беріп жіберсеңіз. Батаны негізі ақсақалдар беретін еді. Бірақ екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Кешегі Шерхан Мұртазадай, Мұхтар Шахановтай, Қадыр Мырзалиевтей, Роза Бағлановадай аңыз азамат болыңдар. Сол кісілердің бағы баршамызға жұғысты болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Махаббат. Сіздерге